Қанат мырза, сізге кешіресіз. Айбек мырза. Саламатсыздар ма? Құрметті біздің тікелей эфирге қатысушыларымыз, құрметті біздің көрермендеріміз. Мінекей жаңағы айтқандай, біздің кезекті тікелей эфирімізді қош келіп отырсыздар, көрермендеріміз. Бүгінгі біздің тақырып бағана айтып кеткендей, жер учаскесін алуға кезекке тұру және жер учаскесін алу тәртібі бойынша тақырыбында өрбитін болады. Біздің бүгінгі тікелей эфиріміздің қонағы облыс әкімдігінің жер қатынастары басқармасының өкілі Ботагөз Қуатбайқызы Боранқұлова қатысып отыр. Олай болса, кішігірім заңдылықтарын қалай кезекке тұрып, қалай алады сол жайлы кішкене айтып берсеңіз. Саламатсыздар ма? Құрметті оқырмандар. Бүгінгі тақырып бойынша жаңағы жер кезегіне кезекке тұру ең бірінші жаңағы жергілікті өкіл дейміз, өкілді орындар әкімдіктерге барасыздар. Сол жерде бірінші кезекте өтініш тастайсыздар әкімнің атына. Сол өтініш жаңағы тіркелген күннен бастап қойылатын болады. Жерге кезекке тұру, жерге кезекке тұрған азаматтар жер кезегінің жаңағы очередь дейміз ғой, кезек келген кезде жаңағы ең бірінші жаңағы өтініш тастаған кезде тұрғылықты мекенжай дейміз ғой, көрсетілген мекенжайға жаңағы хабарлама барады. Хабарлама барғаннан кейін сіздер міндетті түрде жаңағы әкімдікке барасыздар. Ол жерде сіздерге жаңағы түсіндіріледі. Кезде бірінші кезекте жаңағы айтып отырып, ол жерде не істелінеді. Жерді алып, жаңағы қазіргі кез бойынша жерді алғаннан кейін оны жеке меншік емес, ол уақытша беріледі. Ол 3 жыл жаңағы нені құрайды. 3 жылдың ішінде сіз игеруіңіз керек ол жерді. Бірінші мысалы бірінші жылы жаңағы фундамент дейміз ғой. Фундаментін қойсаңыз, екінші жыл крышасын көтеріп 3 жылда бітіруіңіз керек. 3 жылда бітіре алмай қалсаңыз, бірақ фундаментін жартылай келіп жаңағы өзінің нелері бар стадиялары, сол жерге келіп не қылсаңыз, мысалы ары қарата әкімге жаңағы ұзартуға, мерзімін ұзартуға өтініш жазасыздар. Одан кейін барлығы біткеннен кейін жаңағы өздеріңіздің аттарыңызға аударып аласыздар ол жерді. Қазіргі таңда жер кезегі Тараз қаласы бойынша электронды түрде жүргізіліп жатыр. Оны барлық азамат жаңағы сайтқа кіру арқылы көре алады кезегін. Қай кезекте тұрған, ол жерде қазіргі таңда қалай дейміз, оңайландырылған түрінде тұр. Ол жерге иініңізді, жеке ЖСН нөміріңізді жазасыздар, сол арқылы кезегіңізді қай кезегіне алатынын көре аласыздар. Жер кезегі қалай беріледі? Қазіргі таңда көп айтып жатыр, біздің кезекте тұрғанымызға көп болды, әлі ала алмай жатырық деген сияқты сұрақтар көп. Ол жер заңы бойынша жер кезегіндегі азаматтарға ең бірінші ол жерге инфраструктура бар ғой. Инфраструктура дегеніміз жаңағы газы, светі, жолы барлығы барғаннан кейін ғана жер беріледі заң бойынша. Сол қай кезде бітеді, дайын участоктар таратылады. Қазіргі таңда бізде Тараз қаласы бойынша кезекте тұрған азаматтардың саны 70 мыңдай болып қалды. 2005-2006 жылғы кезекте тұрған азаматтарға жер беріліп жатыр. Биылғы неде берілген жаңағы айтамыз ғой, Көлтоған аумағынан берілді. Онан кейін нұрлы жер бағдарламасы бойынша жаңағы именно жер кезегінде тұрған азаматтарға жаңағы нұрлы жер бағдарламасы бойынша қатысуға болады. Ол нұрлы жер бағдарламасы дегеніміз не? Қазіргі таңдағы жаңағы дайын үйлер дейміз ғой, түгел соғылған дайын үйлер. Оған не арқылы, жаңағы бағдарлама арқылы қатыса алады. Ол жерде 3 не бойынша беріледі, жаңағы 3 жоба бар, ол жерде 80 квадрат, 100 квадрат, 125 квадрат метрлі үйлер. Түгел барлық жағдайы жасалынған, светі, суы, газы, үйіне жаңағы барлығы кірген дайын үйлерді ала алады. Орташа қазіргі құны мысалы ең жоғарғысының өзі 15 миллион. Бағдарламаға тек қана жер кезегінде тұрған азаматтар ғана қатыса алады. Тағы да қазіргі таңда осы коронавирусқа байланысты, елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты барлық жаңағы жер бөлімдерінде жұмыс атқарып тұр, бірақ бір терезе қағидаты бойынша сырт жақтан ішке қарай кіре алмайды, бірақ терезе арқылы жұмыстар жаңағы қабылданып, өтініштер тіркеліп, жұмыс атқарылуда. Қысқаша осы ғой. Қысқаша осы. Әзірше Инстаграм парақшасында сұрақ келіп түскен жоқ, егер де сұрақ түсіп айта бересіз. Олай болса, мен бір сұрақ қойып біз аудандық жерге, ауылдық жерге, қалада жастармен кездескен кезде көптеген сұрақтар қойылып жатады.
мысалға жастар әсіресе жер кезегін алған жастар, біз жерді алдық, алайда бүгінгі таңда жаңағы үйді толық көтере алмадық, немесе жаңағы фундаментін ғана құйдық, бірақ уже ары қарай үйді көтеруге уақыт, ақша жетпеді, қаражат жетпеді да, уақыт келіп қалды, ертең осы жерден айырылып қаламыз ба, оны тағы қалай создыртса болады, сіз айтып кеттіңіз, әкімге барып создыртады деп. Но арнайы оның критерийі бар еді, дұрыс қой? Мысалы, бірінші жылы фундамент салса, яғни келесі жылы уже ол ең болмаса қабырғаларын көтеру керек. Егер олар қаражатқа байланысты қабырғасын көтере алмай қалса, ол бар қайтадан өтініш білдірсе, ол қабылдана ма? Жоқ, қазіргі таңда критерий деп отырық қой, енді бірақ ол біз өзіміздің немізде, бірақ ол заң жүзінде, мысалы, сен бірінші жыл фундамент қоюың керек, екінші жылы стенасын көтеруің керек деген жаңағыдай не жоқ, нақты тапсырма жоқ. Ол 3 жылда, ең бастысы 3 жылда бітіру керекті. Бітіре алмаған жағдайда әкімге, жаңағы жер бөліміне барып, әкімнің атына тастайды, өтінішімен осындай жерді жаңағы осындай фундаментті, самый главный, бірақ ең бастысы фундамент болсын, жаңағы көтеріліп тұру керек, жер бос жатпау керек. Бос жатса, ол жер қайтаруға жатады. Ешқандай 3 жылда ешқандай жаңағы жұмыс жасалмаса, 3 жылға дейін жаңағы фундаментін или қабырғасын, или крышасын жауып қойып, арғай қаражаты жетпей жатса, міндетті түрде жердің мерзімін созуға болады, әкімнің атына өтініш жазу арқылы. Ал әкімге өтініш жазғанда ол қанша уақытқа дейін созып береді? Ол жаңағы бізде жер комиссиясы жаңағы аптасына әр апта сайын өтеді жер комиссиясы. Комиссияға қалай кіреді, сол байланысты жаңа комиссияда қаралады өтініш, ертесіне тіркеледі, ары қарай қаулы шығарады. Бір жаңағы жиналғанға байланысты ғой, комиссия отырысына қарай өтініштердің жиналғанына байланысты ол жерде қаралады. Яғни бір күннің ішінде, мысалы, бір жылға созып бере ма, 2 жылға созып бере ма? Ол созу мерзімінің ішінде көрсетеді, 1 жыл, 3 жыл, негізі 3 жылға дейін ғой созылатын тағы мерзім. Мына жерде сұрақтар келіп түсіп жатыр. Суармалы және жайылымдық жер алу жолын айтып өтсеңіз дейді. Суармалы жерлер, жаңағы жайылымдық, суармалы, егіс, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің барлығы конкурс арқылы беріледі. Конкурс дегеніміз, мысалға, жаңағы ауданда әр жыл сайын жоспар болады. Ауыл шаруашылық айналымына қосылатын жерлердің үлесі болады. Әр ауданда өзінің, мысалы, Байзақ ауданда биыл 5000 гектар деген сияқты өзінің көлемі болады. Ол 90-дарға бөлінеді, әр 90-ға. Ол жерге қатысатын кезде жаңағыдай міндетті түрде бизнес жоспар дейміз ғой. Бизнес жоспар болу керек. Тағы да өзінің ішіндегі өтініштерінде, жаңағы құжаттардың ішінде қойылатын талаптары бар. Жаңағы техникасы болу керек, малы болу керек, жайылым жер алу үшін деген сияқты. Суармалы жер алу үшін жаңағы техникалар, барлықтарды несі болу керек. Оны өзімен бірге жаңағы көрсетілген құжаттағы нелер бойынша жаңағы перечень дейміз ғой, солар бойынша жинақтайды. Комиссия отырысында конкурс болатын алдында комиссия қарайды, оның барлығын комиссия қарайды. Комиссияда жергілікті жерлерден жаңағы 12, 15, жаңағы атамекеннен елу пайыз адам болады дейміз ғой. Солардың барлығы комиссия отырысында қарайды. Сізбен бірге, мысалға, менімен бірге сіз түссеңіз, екеуміздің бизнес жоспарымыз дейді, бизнес жоспарымызды қарайды да, қайсының комиссия тиімді, сол кісіге жерді береді. Мына жерде тағы бір сұрақ келіп түсті. Сүлейменов көшесінің аяғында орналасқан жер телімдері ИСЖ-да ма, әлде мемлекет қарамағында ма дейді? Ол жаңа қалай айтады, жаңа не деген айтып отырсыздар ғой, нұрлы жер бойынша, бағдарлама бойынша айтып отыр ғой, кісілер. Ол мемлекеттің бағдарламасы арқылы беріліп отырған жерлер ғой, ол жерде. Тек ол жер кезегіндегі азаматтарға берілетін жерлер. Ол жерде дайын үйлер соғылған. Кезекте, мысалы, қазір сіздің кезегіңіз келіп тұр ма, сізге жаңағы жерлерді сынап Көлтоғаннан бізде беріліп жатыр, Сүлейменнен беріліп жатыр. Сүлейменде бірақ дайын үйді беріп жатыр сіздерге. Ол мемлекеттің қарамағындағы жер, нұрлы жер бағдарламасы бойынша беріліп жатқан. Ол ипотека, жаңағы жилстрой дейміз ғой, ипотека арқылы 7-20-25 бағдарламасы арқылы берілетін жерлер, дайын соғылған үйлер. Сол сұрақтың жалғасы, сол жердегі жаңа Сүлеймен көшесінің аяғындағы, сол жердегі сатылымдағы жерді сатып алған жағдайда үй салу қалай жүргізіледі дейді? Сатылымдағы ол Сүлеймен болғанда, Сүлейменнің жаңағы жері қай жағындағы, мысалы, аяқ жағындағы біздің неге қарай, завод жақтағы ма, или бер жағындағы, ортасындағы Сүлейменді қайсысын айтып отқанын бұл кісін деп отқан жоқпын, бірақ ол жер неде болса, жекеменшікте болса сатып ала алады. Ол алдыңғы хозяин дейміз ғой, жекеменшікте болса ол кісіден сатып ала алады. Бірақ мемлекет жаңағы уақытша болатын болса, ол жерлер сатылмайды.
Тағы да айта кететін жайт, қазіргі таңда жастардың көбісі кәсіпкерлік мақсатта айналысып жатыр. Жастарға қазір қолдау көп білдіріліп жатыр. Кәсіпкерлік мақсатта жер алам деген жастар болатын болса, қазіргі таңда бізде Батыс Қазақстан облысынан кейін біздің Жамбыл облысы екінші болып электронды түрде сауда-саттық өткізуге, аукцион арқылы жер алуға көшті. Ол дегеніміз электронды түрде деген документтеріңізді барлығы онлайн түрде, ешқайда барудың қажеті жоқ. Үйде отырып, жаңағы экспо-ключ дейміз ғой, қолтаңба солыңыз болса, телефонмен, қарапайым телефонмен отырып қатыса аласыздар. Ол жерде барлығы жасырын, ешкім білмейді кім қатысып жатқанын, кім ұтып жатқанын, только бағасын каждый шаг сайын көтеріп отырып, өзіне жерді алып алады. Бұрынғыдай емес, бұрын жаңағы барып жер бөлімінде английский метод дейміз, ол жерде көтеріп отырады бағаны. Бұл да английский метод, бірақ ешкім білмейді кім қатысып жатыр. Ол жерде барлығы жасырын түрде, оның барлығы жаңағы Астанада веб-портал арқылы өтеді. Сол жайлы қазіргі таңда бізде ең негізі ғой, жаңағы кауесет дейді, спор дейді, земельный, анау ұтып кетті, анау деген әңгіменің барлығына осы қазір тосқауыл қойылып жатыр. Барлық аудандар электронды сауда-саттық түріне осы жылдан бастап көшті. Түсінікті. Және де мынандай сұрақтар көп жиі кездеседі, әсіресе аудандық жерлерде, ауданда, ауылда жаңағы жерде кезекте тұрғанымызға 5-6 жылдан асып кетті жастарымыз біздің. Бірақ та сол елді мекенде берілетін жер учаскесі жоқ деп айтады көп жағдайда. Соған сіздер қарайсыздар ма, немесе сол ауданның әкімшілігі жауапты болмақ деген? Негізі оның барлығына аудандық әкімдіктер жаңағы өзінің несіне байланысты жауап береді. Бірақ қазіргі таңда жаңағы айтып жатыр ғой, енді елбасымыздың тапсырмасы да бар, суармалы жерді ұлғайту. Ауылдың маңайының барлығындағы жерлер в основном керек суармалы жер. Суармалы жерді жаңағы ижреске жеке тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға қазіргі таңда тоқтатылып жатыр беруге. Мысалы, енді басқа ауылдардан қарастырып ұсынып жатырық. Мысалға, Тараз қаласында бізде жаңа айттық қой, жер кезегі көп деп, ауылды жерлерде бізде кезегі жоқ аудандар бар, жер кезегі мүлдем жоқ аудандар. Талас, Мойынқұм, Сарысу деген сияқты сол жақтардан жер беруді қазіргі таңда ұсынып жатыр. Сол жақтан жер алам десе деген сияқты жолдарын қарастырып жатырық. Бізде көбінесе жаңа айтып жатырық қой, Байзақ ауданында, Сарыкемер ауылында мысалы жер кезегіне азаматтар көп. Бірақ жан-жағының барлығы суармалы жерлер. Біз басқа жақтан, сол Байзақ ауданынан басқа кезегі жоқ ауылдар бар, шет ауылдар, сол жақтан беруді ұсынып жатыр. Және аудандарға барған кезде бізде жоғары сынып оқитын немесе колледжде оқитын студенттеріміз, жастарымыздың арасынан қандай сұрақ туындаған, айтып берсеңіз, жер кезегіне қанша жастан тұруға болады деп көбінесе біздің жастар сұрақ болады. Сол қанша жастан жерге тұруға болады? Кәмелет жасына толған, жеке куәлік алған азаматтардың барлығы жер кезегіне тұра алады. Өтініш қалдырып, әкімнің атынан барлық адам кезекке тұра алады. Әрбір азаматтың, Қазақстан Республикасының әрбір азаматының бір рет тегін жер алуға құқығы бар. Жаңағы жеке тұрғын үй мақсатында бір рет жер кезегін алуға болады. Рахмет, әзірше неқта біздің тікелей эфирімізде сұрақтар жоқ секілді. Егер қазір сұрақтар болса қоя жатырмыз. Сіздің осы жалпы қысқаша айтқандағы осы қазіргі таңдағы тағы да айта кететін, бізде әлеуметтік желілер барлығы жұмыс жасап отыр. Біздің өзіміздің жаңағы ненің бастығымыздың атына өзіңіздің өтініштеріңізді қалдыра аласыздар. Сайт дейміз ғой, сайт жұмыс жасап тұр. Барлығын сілтемелерін қалдырып, сол арқылы сұрақтарыңызды қалдыра берсеңіздер болады. Біз барлық уақытта жауап беруге тырысамыз. Тағы бір сұрақ. Мысалы, жер телімін алғаннан кейін 3 жылдың ішінде үйін салып бітеді. Біту керек заң бойынша. Уже 3 жылдан кейін ол егер толыққанда сол үйін салып бітсе, жеке меншікке автомат түрде өтіп кете ма, тағы да құжат жинап документ жеткізеді? Ол жерге өткізеді ғой, мысалы, құжат жинайды. Ол жерге жер бөлімінің мамандары қалай дейді, активіңізға суретке түсіріп, өзінің жаңа перечендері болады, суретке түсіреді, барлығын өткізіп, комиссияға беріп, қаралады.
содан ары қарата уже жеке біткен кезде жекеменшікке өз атына өткізеді. Үйді толық салып болғаннан кейін сөйтіп Үй толық біту керек. Аха, біздің көп жастарымыз осы үй салғаннан кейін не болады да мындай құжаттарын толық рәсімдей алмай жатады. Жалпы қысқаша нақты мынандай басты мынандай құжаттар қажет деп айтып бере аласыз? Енді қандай құжат? Куәлік керек, мақұл, жердің документі керек, одан басқа қандай құжаттар керек? Бірінші кезекте. Жаңағы неге өткізген кезде, жер комиссиясына өткізген кезде, жаңағы өздерінің негізі ол жерде бірінші міндетті түрде суреттерін барлығын салып, жаңағы өзінің критерийі бар үш жағынан түсіру керек деген сияқты соны салады, өзінің жеке арызын өтінішін тастайды, жаңағы куәлігін тастайды, жердің берілген туралы жаңағы өзінің арызы болады, соны береді қосымша. Барлығын өткізсек жер комиссиясына қаратып өздері қарап шығарады аудан әкімінің. Одан кейін жаңағы мемлекеттік корпорация дейміз ғой, сол жаққа барады. Ол жерде өзінің нелер болады, жаңағы документтерінің рәсімдейтін құжаттар болады, соның барлығын өткізеді. Бірінші бізде жер комиссиясына қарап, ары қарата беріледі. Госкорпорацияны сол жақтан тіркейді, ары қарата жүргізеді. Азаматтарға арналған мемлекеттік корпорацияға сұрақ. Жастардан ешқайсынан сұрақ келіп түсіп жатқан жоқ. Жастарға толыққанды ақпарат берілді деген ойдамын. Егер де сұрақтар жоқ болса, 20 минуттан жуық болды біздің тікелей эфиріміз жүріп жатқанына. Олай болса, біздің тікелей эфирімізді аяқтасақ деген сөз. Егер де сұрақ жоқ болса, тағы да қайталап айтамын, құрметті жастар, құрметті көрермендер, сұрақ қойып үлгермей қалсаңыздар, осы біздің парақшаларымызға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де жер басқармасы сайттары бар, сұрақтарыңыз жолдап, тиісті жауаптарыңызды аластап. Рұқсат болса, сіздердің басқарманың сайтын айтып. Біздің немізді жер Жамбыл деп, жер сызықша Жамбыл деп аталады. Инстаграм, Фейсбук барлығында жер қатынастары басқармасы, облзем Инстаграм парақшасынан сілтемесі бойынша қалдыра аласыздар өтініштеріңізді. Ботагөз Патпайқызы, олай болса біздің эфиріміз соңына жетті. Келесі кезде тікелей эфиріміз бүгін сағат 15:30-да осы жерде жүргізіледі. Құрметті көрермендер, қатыссаңыздар болады тікелей эфирге. Келесі біздің тікелей эфиріміздің қонағы білім басқармасының мамандары келіп қатысады. Осымен біздің эфиріміз аяқталды. Назар